Баршаңызға қайырлы күн достар. Біз бүгін сіздермен дәл осылай дара-дара болып шығатын өте әдемі қамырды жайып бірге жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып, арнама тіркеліп қойыңыздар. Қазақша контенттің өсуіне өз үлестеріңізді қосуларыңызды сұраймын. Ең алдымен салқын суымызды және де жұмыртқамызды, сұйық майымызды, тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап қамыр илеп шығаратын боламыз. Бұл қамырды жаңағы 20 минутқа тындырып қоямыз. 20 минуттан соң июі қанған қамырымызды жақсылап жаюға дайындайтын боламыз. Қамырымызды дөңгелек етіп дайындап аламыз. Және де қолымыздың күшімен қамырымызды жаюға дайындап басатын боламыз. Бұл рецептпен бешбармақтың қамырын және де чебуреки жасауға болады. Және де кеспе көжені де, май қамырды да осы қамырмен жасауға болады. Өте езілмейтін, жыртылмайтын қамыр пайда болады. Осы рецепті қолдануларыңызды сұраймын. Қамырымызды жаюға дәл осылай дайындап алатын боламыз. Қолмен басып, және де бізде бастапқыда осылай қамырды дайындап алғанымызға байланысты болып табылады. Яғни қамырымыздың езілмейтіні, жыртылмайтыны осы қамырымызды июі қанғанына және де осы қамырды дайындап алғанымызға байланысты болады. Және де дөңгелектігі де осы қамырды осылай дайындағанымызға байланысты дөңгелек болып шығатын болады. Және де қамырымыздан қолымыздың ізін кетіріп, дәл осылай жаюды бастайтын боламыз. Қамырымызды оңнан солға қарай жайып үлкейтетін боламыз. Қамырға ешқандай да салмақ салмаймыз. Тек қана екі шетін баса отырып, оңнан солға қарай айналдырып, қамырымызды жаямыз. Қамырымыз жапсуға қалған кезде ұнды сеуіп, жаюды жалғастырамыз. Бұл видео қамырды жаңадан жайып, және де бастаған қыз балдарға арналады. Дәл осылай оңнан солға қарай ауната отырып қамырымызды жаямыз. Ешқандай да қамырға салмақ салмаймыз. Тек қана екі шетін баса отырып, дәл осылай қамырымызды үлкейтіп жаятын боламыз. Менде өте жұқа, әдемі қамыр пайда болды. Өте жұқа, езілмейтін, жыртылмайтын қамырымыз шықты. Арнама жаңадан қосылған жандар болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетулеріңізді сұраймын. Менде осылай керемет қамыр пайда болды. Енді осы қамырымызды оқтауға орап алып, ортасынан кесетін боламыз.
беш бармаққа лайықты етіп кесіп дайындап аламыз. Міне менде осылай өте әдемі қамыр пайда болды. Айта кететін жайт, суымыз қатты қайнап тұрған болуы қажет. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.